Өмірің өз қолыңда. Луиза Хей. Өзім бір бөлшегі саналатын тіршіліктің толассыз ағынында бәрі тамаша, тұтас әрі кемел. Жаратушы ие мені қорғап, бағыт береді. Мен өзімнің жан дүниеме үңілуден қорықпаймын. Мен өткен шаққа бұрылып қараудан қорықпаймын. Мен өмір туралы түсінігімді кеңейтуден қорықпаймын. Мен жай ғана тұлға емеспін, мен өткен шақпын, осы шақпын және болашақпын. Енді мен ғаламат болмысты танып білу үшін жеке бастың қамынан биік тұруды қалаймын. Мен өзімді сүюді үйренгім келеді. Мен өзімді сүюді үйренгім келеді. Менің әлемімде бәрі тамаша. Екінші тарау. Проблеманың түп тамыры неде? Өткен шақ бізге бағынбайды. Сонымен достар, өздеріңізбен көптеген жай ахуалды талқылап, нені проблема санайтынымызды мұқият көз жеткіздік. Енді шынайы проблемамен айналысамыз, өйткені мен оны түсінемін. Біз өзімізге қанағаттанбаймыз, онша жақсы емеспін деп есептейміз. Демек, өзімізді жарытып жақсы көрмейміз. Менің көзқарасым бойынша шынайы проблема осында жатыр. Сондықтан оның неге негізделгенін және түп тамыры қайда жатқанын қарастыруды ұсынамын. Өзінің кемелдігі мен қоршаған дүниенің мінсіздігін білетін бөбектен біз қалайша проблемалардың ауыр жүгін арқалаған, әрі өзін сүйіспеншілік пен құрметке лайық емес сезінетін адамдарға айналдық. Мысал ретінде Райхан гүлін алайық. Әуелі ол кішкентай гүл түйнек салды, содан соң шешек атып, әдемі гүлге айналды да соңғы қалемшесі түсіп қалғанға шейін жұпар шашып тұрды. Осы уақыт бойы әдемі, кемел болды, әрі үздіксіз өзгеріп отырды. Біз де басымыздан сондай жағдайды өткереміз. Әрқашанда кемеліміз, кереметпіз, әрі үздіксіз өзгере береміз. Біз мүмкіндігінше көбірек білуге, түсінуге және білімімізді мейлінше жете кедейлеуге тырысамыз. Егер одан әрі осы қағидадан танбасақ, онда ой-пікіріміз де өзгере береді. Ойды тәртіпке келтіру. Енді өткен шағымызды, сол кезде өзімізді уысында ұстаған көзқарастар мен иландарымызды егжей-тегжейлі еске түсіретін кез келді. Пациенттердің көбі тазарту үдерісінің осы бір бөлігін біршама ауыр санайды, бірақ бұл әрдайым олай емес. Тазаруды бастамас бұрын біз өзіміздің ой-пікірімізге тексеріс жасауымыз керек. Бөлмені мұқият тазалай жүріп, сіз оны және оның ішіндегі заттарды мұқият қарап шығасыз. Кейбіреуін жақсы көресіз, олардың шаңын сүртіп, бұрынғы әдемі қалпына келтіріп, жалтыратып қоясыз. Кейбір заттар жөндеуді қажет етеді. Сіз мұның қаперге алып қоясыз, ал әлдебір заттар енді қайтып пайдалануға жарамайды. Демек, олардан құтылатын кез келді. Ескі газет журналдарды немесе бір рет пайдалануға арналған ыдыстарды қиналмастан қоқыс жәшігіне лақтыра салу керек. Соған бола көңіл ортайып, еңсе түсірудің қажеті жоқ. Тап осылай біз өзіміздің ойымызды да тәртіпке келтіреміз. Кейбіреуінен бір жола құтылу керектігіне бола қапаланбаңыз. Тамақтың қалдығын қоқыс жәшігіне лақтырып тастайтынымыз сияқты олардан да оп-оңай арыла салыңыз. Айтыңызшы, бүгін ішетін тамақты пісіруге кіріскен кезде кешегі астың қалдығын шұқылап, аударып төңкерер ме едіңіз? Сол сияқты болашағыңызға негіз қалап жатып, ескірген иланымдардың қойнын ашып, қоқысын атқарар ма едіңіз? Біздің бәріміз мәңгілікке сапар шегетінімізге, осынау ғаламшарға өзіміздің рухани эволюциямыз үшін қажет сабақ білім алу үшін келетінімізге сенімдімін. Бір жынысты терінің түсін жарық дүниеге келетін елді таңдаймыз, өзімізге ата-ана таңдаймыз. Олар біздің иланымымызды көрсетеді. Қандай да бір ой-пікір әлде иланым сізге пайда алып келмесе, мейлі құрып кетсін, өйткені өтіп кеткен, әбден ескірген пікірлерден бас тартуыңызға ерік бермейтіндей заң жоқ қой. Қане, онда толымды өмір сүруіңізге кедергі келтіретін шектеуші иланымдар
деп аталатын ой-пікірлердің кейбіреулері хақында сөз қозғап, олардың қайдан шыққанына зер салайық. Толымды өмір сүруге кедергі келтіретін иланым. Мен онша жақсы емеспін. Себебі ұлын ақымақ екеніне нандырған әке. Менің пациентім әкесінің мерейін өсіру үшін жетістікке жетіп табысқа кенелгісі келді. Бірақ өкінішке орай шаруасы шатқаяқтап іс мадымады. Оны үнемі сын тезіне алды, ал ол бұған қатты ренжіді. Әкесі оның коммерциялық қызметін қаржыландыруын жалғастыра берді. Алайда сәтсіздік жігіттің қыр соңынан қалмай қойды. Уақыт өте келе ол осыған әбден бой үйретіп алып, әкесін төлей беруге мәжбүрледі. Әлбетте ол барып тұрған жолы болмас бейбаққа айналды. Толымды өмір сүруге кедергі келтіретін иланым. Өзін сүйе білмеу. Себебі әкесінің мақтауына лайық болғысы келу. Маған келіп жүретін бойжеткеннің жалғыз тілегі әкесіне ұқсау еді. Олар бір-бірімен ештеңеге келісе алмайтын, әрі үнемі ұрысып қала беретін. Ол жылы лебіз қолпаш сөз естігісі келді, алайда әкесі оны тек сынап мінейтін. Қыздың бүкіл денесі сырқарап ауырды, әкесі де өзін солай сезінді. Қыз өзінің наразылығы мен ашу-ызасы ауру туындататынын түсінген жоқ. Әкесі жөнінде де тап осыны айтуға болады. Өмір сүруге кедергі келтіретін иланым. Менің өміріме қауіп төніп тұр. Себебі әкесінің үрейлендіріп қоюы. Пациент әйел мына өмір қауіпке толы, қапас әрі қатал деп есептеді. Ол кейін қалайда жаман бір нәрсеге ұшыраймын деп қорыққандықтан езу тартып ешқашан күлмеді. Оны қаршадайынан күле берме, олар сені ұстап алады деп тәрбиеледі. Өмір сүруге кедергі келтіретін иланым. Мен онша жақсы емеспін, себебі оны тастап кеткен оны жаратпаған. Бұл еркекпен әңгімелесу қиын болды, өйткені жұмған аузын ашпау оның өмір салтына айналған еді. Ол есірткі шегіп арақ ішуді енді ғана доғарған, өзін іштей сұмырайға балады. Бала кезінде шешесі қайтыс болғандықтан әпкесінің қолында тәрбиеленгенін естіп білдім. Әпкесі бұнымен ашық-жарқын әңгімелеспеген, тек арагідік, тіпті дастархан басына да бұйрық беріп отырған. Сонымен ол өлі тыныштық жағдайында өскен. Осылай үн-түнсіз күйде күнін өткізіп уақыт оздырған. Кейінірек табысқан досы да томаға тұйық екен. Екеуі күні бойы үн-түнсіз отырған. Содан соң әлгі дос дүниеден өтіп, бұл қайтадан жалғыз қалған. Жағымсыз пікір айту жаттығуы. Бұл жаттығуды орындау үшін үлкен қағаз парағын алып, балалық шағыңызда ата-анаңыздан естіген бүкіл ескертулер мен нұсқаулардың тізімін жасап шығыңыз. Олардың пікірінше сіз нені дұрыс істемеген екенсіз, асықпаңыз. Олар айтқан жағымсыз пікірлерді көбірек еске түсіруге тырысыңыз. Бұл жаттығуды жасап шығуға әдетте жарты сағаттай уақыт кетеді. Біз әрқашанда кемелміз, ғажаппыз, әрі үздіксіз өзгере береміз. Ата-анаңыз ақша туралы не айтатын еді? Сіздің денеңіз жөнінде ше? Сүйіспеншілік пен қарым-қатынас хақында ше? Шығармашылық қабілетіңізді қалай бағалады? Мінез-құлқыңыздағы қандай ерекшелікке кешіріммен қараушы еді? Олардың қандай сын ескертпелері тірлігіңізді шектеп, тар құрсауға тыға отырып, толымды өмір сүруіңізге кедергі келтірді? Егер қолыңыздан келсе, әлгі тізіміңізге дәйектілікпен қарап, өзіңізге менің теріс ұғым, қате түсінігім осыдан шыққан екен ғой деп қойыңыз. Енді достар, басқа бір парақ қағаз аламыз да проблеманы мұқият тереңірек қарастырамыз. Бала кезіңізде тағы да қандай жағымсыз пікірлер естідіңіз? Ата-аналардан, мұғалімдерден, дос-жарандардан, қарама-қарсы жыныс өкілдерінен, діндарлардан, діни қызметшілерден ше? Бұл жаттығуды асықпай тап сол сәтте бойыңызды билеген сезім ауынына ырық қалдырмай жасаңыз. Осы екі парақ қағазға жазылғандардың бәрі сіз үшін ақылы арылып, біржола құтылу керек болатын иланымдар. Басқа түк те емес. Нақ солардың кесірінен өзіңізге көңіліңіз көншімей жабырқау күй кешіп жүрсіз.
өзіңізді сәби сезініңіз. Өзіңізді сәби сезініңіз. Бөлменің ортасына отырғызып қойып, топассың, салақсың, салақсың, қолынан ештеңе келмейтін олақсың және тағы басқа деп жер-жебіріне жете ұрысса, арасында шапалақпен тартып жіберсе, 3 жасар сәби не істер еді деп ойлайсыз. Ол дымын шығармай бұрышқа бұйыға тығылып алып егіліп жылар еді. Я, ананы да мынаны да істей алар еді, бірақ біз қайткенде де оның қабілеті жөнінде ешқашан біле алмас едік. Басқа бір сынақ. Әлгі бүлдіршінді алаяқта еркелетіп өте жақсы көретінімізді, әсіресе томпиған сүйкімді бет-әлпеті ұнайтынын, оның ақылды тапқыр бала екенін, бәрін жақсы жасайтынын айтайықшы. Міне сол кезде оның бойында бұлықсыған қабілетті көріп қайран қаласыз. Әркімнің жан дүниесінде тап сонда 3 жасар сәби жүреді, ал біз ылғи оған ұрысып жекіре береміз де, содан соң келіп өмір жолымыз ұқсамай омақаса бергеніне таңғаламыз. Өзіңізді үнемі сынап мінеп кінә таға беретін адаммен дос-жар болуды қалар ма едіңіз? Бәлки, әлгі балаға орынсыз жекіргеніміз сияқты сізге де әділетсіз қараған шығар, әрине өте ауыр. Бірақ мұның бәрі өткен күндердің жаңғырығы ғана. Егер қазір де өзіңізге сыни тұрғыдан қарайтын болсаңыз, өкініштің уыты бұрынғыдан бетер бойды жайлай береді. Балалық шағыңыздан таныс бірнеше жағымсыз сөзді еске түсіріңіз. Олар сіздің иланымыңызға қалай сәйкес келеді? Сізде бәрі дұрыс па? Олар сәйкесе ме екен? Сірә солай сияқты. Біз бала күнгі әсерлер мен ересектердің талап-тілегіне сүйене отырып, өз өміріміздің құрылысын саламыз. Балалық шақта бәріміз жақсымыз, үлкендердің нұсқауын бұлжытпай орындап айтқандарының бәрін ақиқатқа балаймыз. Тек ата-ананы кінәлі санап, ендігі қалған ғұмырда өзімізді құрбандық санап өту бәрінен оңай болар еді. Бірақ бұның бәрібір көңіл көншітпейтінін, ал проблемаларымыз шешілмеген күйінде қала беретінін ішіңіз сезіп отыр ғой. Отбасын жазғыру проблемамен бетпе-бет жалғыз қалудың ең сенімді тәсілдерінің бірі. Өзгелерді жазғыра отырып бүкіл күш-қуатымызды сарп етеміз. Өтіп жатқан оқиғаның сырын аңдап, қыбын түсіну өмірлік жағдаяттардан жоғары көтеріліп, болашағымызды бақылауға алуға мүмкіндік береді. Өткен шақты өзгерту мүмкін емес. Болашақ бүгінгі ой-пікірлеріміз бен иланымдарымыздан құралады. Өз еркіндігіміздің қамы үшін ата-анамыздың өздеріне тән өмірлік тәжірибемен бәрін мүмкіндігінше жайлы да жақсы жасауға тырысқандарын түсінуге тиіспіз. Мына біз сияқты олар да дәрменсіз екендіктерін түсінді. Сондықтан бір кездері өздеріне үйреткен нәрселерді ғана бізге дарыталды. Ата-анаңыздың балалық шағы, әсіресе 10 жасқа дейінгі өмірі жайында көп білесіз бе? Егер мүмкіндік болса, балауса жылдары туралы сұрастырып көріңіз. Ол кезде өзіңізге басқаша емес, неге нақ солай қарағанын ұғыну оңайлайды. Мінез-құлықтарының себептерін түсінгеннен кейін оларды аяп жаныңыз аши бастайды. Ал ондай мүмкіндік болмаса, ата-анаңыздан бала кейіпте елестетуге тырысыңыз. Бұл өзіңіздің еркіндікке жетуіңіз үшін қажет. Ата-анаңызды еріктеріне жіберіп, кешірім бермейінше өзіңіз еркін бола алмайсыз. Егер олардан кемелдікті талап етсеңіз, онда мұны өзіңізден де талап етіп, соның нәтижесінде ғұмыр бойы бақытсыз болып қала бересіз. Ата-ананы таңдау. Біз ата-ананы өзіміз таңдаймыз деген назариямен келісемін. Өзіміз алатын өмірдің сабақтары олардың осалдықтары мен олқылықтарына әбден сәйкес келуі мүмкін. Біздің бәріміз мәңгілікке сапар шегетінімізге, әрі мына ғаламшарға рухани өсіп жетілуімізге қажет сабақ, білім алуға келетінімізге сенімдімін. Біз жынысты, терінің түсін және өзіміз туатын елді таңдаймыз. Наным-сенімімізді
бейнелей көрсететін ата-ананы іздестіреміз. Осы ғаламшарға сапарымыз мектепке барғанға ұқсайды. Егер косметолог болғымыз келсе — косметология, механик болғымыз келсе — механика, заңгер болғымыз келсе заң мектебіне оқуға түсеміз. Өзіміз тапқан ата-ана жарасымды, керемет жұп болып шығады. Олар өзіңіз оқығыңыз келген білім саласының сарапшылары екен. Есейіп ержеткен бойда ата-ананы кінәлай, саусақ шошайтып, бәріне мына сендер кінәлісіңдер дейміз. Ал мен оларды өзіміз таңдап алатынымызға сенімдімін. Өзгелерді тыңдау. Балалық шағымызда жасы үлкен ағаларымыз бен апаларымызды пір тұттық. Олар көңілі толмаса, бізді шапалақпен тартып жіберуге, әлде ұрсып жекіруге бейім тұрды. Олар былай: мен айтып қоямын, сен қалай, әлдебір кінә тағу. Сен әлі кішкентайсың, мұны істей алмайсың деуі әбден ықтимал еді. Сондай-ақ мектеп мұғалімдері де бізге зор ықпал етеді. 5-ші сыныпта бір мұғалима маған бойымның бәкенелігіне байланысты ешқашан балет бишісі бола алмайтынымды айтты. Аңсарлы арманымнан айнып, оның айтқанына бекер сеніп қалдым. Биді кәсібіме айналдырар уақыт пен мүмкіндікті уыстан шығарып алдым. Алдын ала белгіленген уақытта сынақтамалар біліміңізді бағалау мақсатымен ғана өткізілгенін қазір түсіндіңіз бе? Немесе бала бола тұра өз бағаңызды білу үшін осы тексеріске келісім бердіңіз бе? Балалық шақта достарымыз өмір жайында жаңсақ ақпараттар айтады. Кейбір құрбыларымыз жанымызға жазылмастай жара салып келеке қылады. Мектепте оқып жүрген кезімде мені Луни деп атады, ал балалар атымды бұрмалап лунатик, ағылшынша аударғанда есалаң, ақымақ атандырды. Көрші-қолаң да өздерінің үздіксіз сын ескертпелерімен бізге ықпал етті. Ата-анамыз болса, ал көршілер мен олайды енді деп бетімізден қайтара берді. Мен өзіңіз қадір тұтып, уәжіңе құлақ асқан өзге адамдарды еске алуды ұсынамын. Баспасөз бен теледидардағы жағдайда да жалтылдақ жарнамалар мен хабарландырулар да көп рөл ойнағаны сөзсіз. Сол бір сансыз азық түрлері мен тауарлар жаппай сатылады. Өйткені жарнамалар, егер оларды сатып алмасам, мен сорлы немесе кембағыл пенде болып шыққаным деген ойды көкейге құйып тастайды. Бұл жерде біз бұрынғы жалған, сенім, қате түсініктердің шекарасынан аттап кетуге бел будық. Олардың не айтатынына пысқырмастан, біз бұл жерде өзіміздің маңызды да таңғажайып екенімізді тап баса тани білгеніміз жөн. Сізге өзіңіздің жағымсыз иланымдарыңызды, ал маған өзімдігін еңсеріп шығу керек.